Оқушылар, мен 11-17 орта мектептің тарих пәні мұғалімі Ирмашева Анель. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы ЮНЕСКО-ның адамзаттық мәдени мұрасын сақтау жөніндегі қызметі. ЮНЕСКО қызметінің үлгісі бойынша тарихи мәдени мұраны сақтау жолдарын түсіндіру болып табылады. ЮНЕСКО бұл қандай ұйым? Яғни ЮНЕСКО Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұйым. 1945 жылы қарашада құрылды. Оның негізгі мақсаты ортақ құндылықтарды құрметтеуге негізделген және өркениеттер, мәдениеттер мен ұлт арасындағы диалогке жағдай жасау. Негізгі мақсаты білім, ғылым және мәдениет саласында мемлекеттер мен халықтардың ынтымақтастығын кеңейту есебінен бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуға жәрдемдесу. Және де заңның сақталуын, адамның негізгі бостандықтары мен құндылықтарын жалпыға ортақ құрметтеуді қамтамасыз ету. Бүгінгі күні бұл ұйымға 193 мемлекет және оның ішінде Қазақстан 1992 жылы 22 мамырда қабылданды. Әлемде баш адамзаттың игілігі саналатын және мәдени табиғи нысандар жеткілікті болып табылады. Өкінішке орай, адами және табиғи факторлардың әсерінен көптеген ескерткіштер жойылып кету қаупінде болып жатыр. Адамзат алдында адамзаттың тарихының бір бөлігі құнды ескерткіштерді қорғау және сақтау болып табылады. Сол себепті көптеген елде мемлекеттік және халықаралық деңгейде табиғи және мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі қоғамдық және мемлекеттік ұйымдар құрылуда. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени ескерткіштерді қорғау мен сақтау ісіндегі рөлі өте зор. Бүгінгі күні дүниежүзілік мұра нысандарының тізіміне Үндістандағы Тадж-Махалдан бастап Австралиядағы үлкен маржан аралдары сияқты табиғат кереметін қосқанда Малайзиядағы ежелгі Тимбукту қаласына дейінгі 700-дей табиғи және мәдени нысандар кірген. Конвенцияның тұрақты хатшысы дүниежүзілік мұра орталығы болып табылады. ЮНЕСКО Камбоджаның ежелгі астанасы Ангкор мен Мароккодағы Фес қаласы сияқты бірегей мәдени ескерткіштерді қорғауда техникалық қолдау көрсетті. Дүние жүзіндегі ең бай мұралардың бірі саналатын Ауғанстанда да жаңа жоба жүзеге асырылуда. Дүниежүзілік мұра комитеті жыл сайын сессиялар өткізеді. Онда ерекше мәдени, тарихи немесе экологиялық маңыздылығына қарай сақтау мен насихаттауды талап ететін басымдылыққа ие табиғи немесе адам өз қолымен жасалған нысандар анықталады. Қазақстан бұл құжатты 1994 жылы 26 сәуірде қабылдаған. Бұл дүниежүзілік мәдениеттің ажырамас бөлігі болып табылады. Қазақстан мәдени ескерткіштерін сақтау мен қалпына келтіру мәселелерін зерттеуге халықаралық сарапшыларды тарту мүмкіндігін берді. Дүниежүзілік мұра бағдарламасының негізгі мақсаты бірегей деп танылатын нысандарды танымал ету және қорғау болып табылады. 1978 жылы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра тізіміне қандай мәдени және табиғи нысандар енгізілетінін анықтайтын 6 талап аталады. 2002 жылы аталған талаптар тізімі табиғи нысандарды бағалау талаптарымен толықтырылады. Қазіргі кезде қойылатын 10 негізгі талабы бар. Мәдени талап бойынша негізінен 6 талап бар. Соны айта кететін болсам, бірінші талабы нысан адамзат жасампаздығының үздік туындысы. Екінші талап нысан уақыттың белгілі бір кезеңінде немесе белгілі бір мәдени кеңістікте, сәулет өнерінде немесе технологияларда, монументтік өнерде, қалаларды жоспарлауда немесе ландшафтылар жасауда адамзат құндылықтарының өзара әсерін айғақтайды. Үшінші талабына айтатын болсам, нысан осы уақытқа дейін бар немесе жоғалып кеткен мәдени дәстүр, өркениеттер үшін бірегей ерекше болып табылады. Төртінші, нысан адамзат тарихының маңызды кезеңін бейнелейтін құрылымның сәулеттік немесе тағы да басқа технологиялық ансамбльдер ландшафттың аса көрнекті мысалы ретінде қарастырылады. Бесінші талабы нысан адамның жерді немесе теңізді пайдаланумен
мәдениеттердің және адамның қоршаған ортамен өзара қатынасының үлгісі екендігі мен адамзаттық дәстүрлі құрылыстардың көрнекті мысалы болып табылады. Енді 6-шы талабын айта кететін болса, мәдени талаптың нысан оқиғалармен немесе қазіргі дәстүрлермен, идеялармен, сенімдермен, көркем әдеби туындылармен тікелей немесе заттық жағынан байланысты және дүниежүзілік маңызға ие болып табылады. Және айта кеткенде, 6 талап бұл мәдени талап бойынша қойылған. Енді 4 талап бұл табиғи талап бойынша. Айта кетсем, бірінші талап қандай? Яғни бірінші талап нысан табиғи феномен немесе табиғаты ерекше, көрікті және эстетикалық жағынан маңызды кеңістік болу қажет. Екінші талап нысан, яғни жер тарихындағы негізгі кезеңдердің аса жарқын үлгілері, оның ішінде тарихи ескерткіштері болу керек, рельеф дамуындағы геологиялық процестердің немесе геоморфологиялық және физикалық географиялық ерекшеліктердің нышаны болып табылу қажет. Табиғи талаптың үшіншісі нысан, яғни жер, тұщы су, жағалау немесе теңіз экологиялық жүйелері және өсімдіктер мен жануарлар қауымдастығының эволюциясы мен дамуындағы экологиялық немесе биологиялық процестердің аса көрнекті үлгісі болып табылады. Табиғи талап бойынша негізгі 4-ші талабы ғылыми көзқарас тұрғысынан алып қарағанда, нысан биологиялық саналуандылықты, оның ішінде яғни жойылып бара жатқан дүниежүзілік құнды түрлердің сақталуы үшін маңызды және де елеулі табиғи ортаны қамтиды. Мұра тізіміне уақытша негізде жер сілкіністері, қарулы қақтығыстар, бақылаусыз туризм сияқты табиғи немесе адам факторлар әсеріне жойылу қаупінде тұрған нысандар енгізілген. Бұл ұйымның негізгі мақсаты іс-шаралар бағдарламаларын дайындау және қорғау немесе оларды қалпына келтіру жолдарымен айналысу болып табылады. Қазіргі кезде дүниежүзілік мұра тізімінде 1092 нысан бар. Олардың яғни 845-і мәдени нысан болса, ал 209-і табиғи нысан болып табылады. Оның 38-і аралас нысан болып табылады екен. Олар дүниежүзілік мәдени және де табиғи мұраны қорғау туралы конвенцияға мүше, яғни 165 елде орналасқан екен. Тізімге енгізілген әрбір нысанда өзінің сәйкестік нөмірі бар және олар ЮНЕСКО-ның қорғауында болып табылады. ЮНЕСКО тізімінде Қазақстан Республикасының негізгі 5 нысаны бар. 3 нысан тізімге мәдени талаптар бойынша енгізілген. Олардың біреуі адамзат жасампаздығының қайталанбас туындысы деп танылған, ал 2 нысан табиғи талаптар бойынша енгізілген. Кестеден қарасаңдар, яғни 3 нысан ол бірінші Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Тамғалы петроглиф тас кешені және Сарыарқа солтүстік Қазақстан даласы мен көлдері жатады. Бұған қоса 2017 жылғы жағдай бойынша Қазақстан аумағындағы 13 нысан дүниежүзілік мұра тізіміне үміткерлер ретінде тіркелген. Енді оқушылар, сендерге тапсырма беретін болсам, бірінші тапсырма, яғни кестені толтыру болып табылады. Бұл тапсырманы орынды үшін берілген мәліметтерді пайдаланамыз, сонымен қатар қосымша кітапты пайдалануға болады. Екінші тапсырма сұрақтарға жауап беру. Яғни көріп тұрғандарыңыздай 3 сұрақ берілген. Осы 3 сұрақты берілген мәліметтер бойынша және де ресурстарды пайдаланамыз. 3 сұрақ. Бірінші сұрақ: ЮНЕСКО-ны құруға қандай жағдай себеп болды? Екінші сұрақ: ЮНЕСКО-ның пікірінше бүкіл әлемдегі бейбітшілікті сақтауда мәдениеттің рөлі қандай? Және үшінші сұрақ: қорғау тізіміне енгізу үшін мәдени және табиғи нысандарды анықтайтын талаптар туралы не білесіңдер? Оқушылар, бүгінгі алған сабағымызды қорытындылай келе, ББ кестесі арқылы білемін, білдім, білгім келеді бөлімдері арқылы бүгінгі алған сабақты қалай түсінгеніміз туралы осы кестені толтырамыз. Егер тапсырма тарихи ескерткіштер эссе жазу.